Ұстаздар ұлттың тірегі, ұстаздар мектеп жүрегі. Николай Погодин атындағы Орыс драма театрында Нұрлы болашақ деген атаумен мерекелік шара өтті. Салтанатты жиын ұстаздар күніне орайластырылды. Төл мейрамдарымен өңір ұстаздарын облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Мерекеде 35 мұғалім аймақ жетекшісі қолынан марапатқа ие болды. Тақырыптар әріптесім Аманжол Нұртайзин тарқатады. Күз мезгілі айтулы мейрамдарға толы уақыт. Жыл сайын қазан айының 1-ші жексенбісінде барша Қазақстан ұстаздар күнін атап өтеді. Бүгінде бұл мамандықтың мәртебесі жоғары. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, ізгі қасиеттерді бала бойына тартатын мұғалімдер биыл да кәсіби мейрамдарында сый-мадаққа ие болды. Салтанатты шарада сөз алған облыс әкімі Ерік Сұлтанов өңір ұстаздарын мерекемен құттықтады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білім жүйесінің жаны да, жүрегі де, тірегі де ұстаз. Сондықтан еліміздің ертеңгі келешегі сіздердің қолдарыңызда деген болатын. Бүгінгі күні білім саласы еліміздің дамуының негізгі бағыттарының бірі. Мемлекеттің білім беру саясатына ықпал етуші басты күш ол ұстаз. Ұстаз еңбегінің негізгі нәтижесі білімді және тәрбиелі шәкірт. Ұстаздар күніне орайластырылған шарада облыстың 20 мұғалімі өңір басшысының құрмет грамотасы мен алғыс хатына ие болды. Марапатталғандардың қатарында Тимирязев ауданы Дмитриевка орта мектебінің мұғалімі Алия Оспанова да бар. 23 жыл бойы ауылдық білім ордасында еңбек етіп жүрген ол, бүгінгі білім беру сапасының деңгейі өскендігін айтады. Біздің мектепте білім сапасына өте үлкен көңіл бөлінеді. Өйткені біздің жылдағы ұбт-дан пайызымыз 85 болады. Пайыздарымыз. Сондықтан өте үлкен көңіл бөлеміз. Бізде грант егерлері жылда грантқа түсетін балалар өте көп. Облысымызда 16 мыңнан астам ұстаз еңбек етуде. Жыл сайын мұғалімдік жолды таңдағандар саны артып келеді. Биыл білім беру саласы қызметкерлерінің қатары 430 жас маманмен толықты. Мұғалімдердің санатына тоқтала кететін болсақ, облысымыздағы 40-тан аса пайыз мұғалімдер жоғары санатты мұғалімдер. Бүгінгі күні мерекеге облысымыздың барлық аудандарынан және Петропавл қаласынан 500-ден аса мұғалімдер қатысып отыр. Бүгін облыс әкімінің марапаттауымен және білім және ғылым министрлігінің марапаттауымен 36 мұғалім, көзге түскен 36 мұғалім бүгінгі күні марапатталатын болады. Облысымыздың мұғалімдері 3 деңгейлі курстардан өтуде үлкен жетістіктерге жетті. 2000-ға жуық мұғалімдер бүгінгі 3 деңгейлік курстардан өтіп, өзінің үстемақысын алып отыр. Бар өмірін шәкірт тәрбиелеуге арнаған жандар оқушыларды білім нәрімен сусындатып жүр. Бүгінде ерен еңбектері еленіп, жоғары мәртебеге ие болуда. Оған куә ардагер ұстаздар. Қазіргі кезде бәрі компьютер, техника соған сүйеніп жатыр ғой. Ол жақсы нәрсе әрине. Балалар да тез жетіледі. Ұстаздар еңбегі жемісті болсын деп тілеймін. Мына еліміздің қазіргі заманына қарай білімді адамдар керек. Жай білімді емес, өте білімді адамдар керек. Қазіргі білім сапасы өте жоғары. Балаларда сондай дарынды балалар көп. Жас болса да жас мұғалімдердің ішінде дарынды мұғалімдер де көп. Қалалық оқу бөлімінің статус дәрежесі де көтерілді. Жақсы жоғары білімді әдіскерлер істейді. Салтанатты жиында облыс әкімі Ерік Сұлтанов тағы 15 ұстазға санаторлық курорттық емдеу демалыс орындарына сертификаттар табыстады. Еңбегімді бағалап, сондай маған сыйлық берді, жолдама берді. Облысымыз, аудандарымыз, мектептеріміз жарқырай берсін. Мерекелік шарада ардагер ұстаздар да назардан тыс қалмады. Мұғалімдер күніне арналған концерттік бағдарлама аясында оларға гүл шоқтары табысталды. Мерекеде қаланың оқу ордаларының тәрбиеленушілері ән мен биден шашу шашып, өздерінің ізгі тілектерін жеткізді. Өз кезегінде Петропавлдың әртістері де мұғалімдерге арнап, жылы лебіздерін әсем әуенмен білдірді. Аманжол Нұртайзин, Анатолий Белнок, Дулат Мусафиров, Ақпарат.